Айдананың тамаша әнін тыңдап отырып, біздің көрермендер қазір таңғы асқа отырған шығар. Бірақ енді таңғы асқа жалпы тамақтану қалай болу керек адамда, сол туралы бізге толық ақпарат айту үшін бізге қонағымыз келді. Нутрициолог ханыммен қазір сұхбаттасамыз. Енді қадірлі көрермен, дәл қазір менің қолымда не нәрсе деп отырған шығарсыздар. Бұл адам асқазанының макеті. Мінекей, дәл осындай болады. Оны бекер алдыртқан жоқпыз, Гүлеке. Иә, дұрыс айтасың, Бексұлтан, бүгін дұрыс тамақтану күні, немесе артық астан бас тарту күні екен. Ауру астан деп бекер айтылмаса керек. Байқасаңыздар, кез келген дерттің түпкі себебі жеген асымыздан болып жатады, солай ғой? Иә, дұрыс айтасыз, Гүлеке. Енді сол себепті біз бүгін тамақтанудың алтын ережесімен сіздерді таныстыратын студиямызға алғашқы мейманымызды шақырған едік. Нутрициолог дәрігер Алтынай Қасымханова. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Мінекей, асқазанның макетінде алып келдік, өзіңіз түсіндіретіндей. Енді біз, Гүлеке, біз таңғы эфирге шығатын болғаннан кейін, жалпы таңғы астың осы бір маңыздылығын айта кетсек. Содан бастайықшы. Содан бастағымыз келіп тұр. Біз көбінесе таңғы ас ішпей келеміз. Ішпей келеміз. 3 сағат бойы эфирді жұмыс кейде ұмытып та кетеміз ғой. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін осы таңғы асты жеудің ережесін айта кетейін. Ең бірінші, таңғы ас бұл ең маңызды тағамның бір бөлігі болып табылады. Себебі сіз таңертең тұрасыз, зат алмасу процесі оянады, сіздің асқазаныңыз аш болады. Егер сіз тамақтанбасаңыз, сіз кейін мысалы обед кезінде мысалы көп тамақ жеп қоюыңыз мүмкін. Соны болдырмау үшін сіз белгілі бір режимді ұстауыңыз керек. Яғни таңертең міндетті түрде тамақ жеу керек. Тамақтың негізі құрамы, яғни белок және көмір сулардан тұрса болады. Яғни ол жаңағы қуырылған омлет болады, немесе суға піскен жұмыртқа болады, неше түрлі каша деп жатамыз, ботқалар жасауға болады, және де түрлі егерде тағы да жеңіз келсе, көкөністерді де жеуге болады. Яғни осындай тағамдарды, мысалы, белгілі бір тарелкаға қоятын болсаңыз, оның мөлшерлерін осы тарелка порциясында ғана жеуіңіз керек. Одан артық жесеңіз, ол мысалы асқазанның ауырсыну сезімі пайда болуы мүмкін. Мысалы, көбінесе жаңағы осы тәрелкенің ғана көлемінде болу керек деп жатырсыз ғой. Осындай көлемдегі тамақты жеп аламыз да, бірақ өзіміз тойғанмен көзіміз тоймайтын сәттер болады. Сол кезде тағы да салып алып жегіңіз келеді ғой. Ол кезде асқазан қабылдамайды. Ондай сәттерде болады. Сонда мөлшері осындай ғана болу керек қой, осы тәрелкенің көлемінде, бұдан да кішкентай болу керек. Негізі өлшеген кезде біз негізі осы макетке қарап кетейік. Сізге түсіндіре кетейін, мысалы, асқазанның көлемі негізі әр адамда, мысалы, біздің алақанымыздай болады. Ол яғни әйел адамдарда 200-250 грамм болса, ал ер адамдарда 250-300 грамм болады. Оны былай қарасаңыз да болады. Мысалы, бұл макет болғаннан кейін енді кішкене үлкейтілген. Бірақ негізі осы. Негізі, иә. Соншама асқазан. Иә, мысалы, осы стақанды алатын болсақ, мысалы, бір стақанның көлемінде сіз тамақтануыңыз керек. Ол стақанның ішіне осы тағамдардың барлығын салатын болсақ, ол жеткілікті болады. Бұны барлығын тарелкаға қоятын болсақ, осындай бір тарелка ғана шығады, көлемі шығады. Және де асқазанның үстіңгі бөлігі неге мына үлкен дейсіздер? Себебі мына жерде ауа жиналады. Яғни біз тамақ жеген кезде, мысалы, сөйлеп жатамыз, немесе демалып жатқан кезде бұл ауа кіреді асқазанға. Ол жоғары жағында болады, ал төменгі жағында біздің тамағымыз тұрады. Осы. Яғни, құрметті көрермен. Осы мөлшерде ғана тамақ жеу керек бір жегенде, иә? Ер адамдар мен әйел адамдарда маған жарайды енді, маған болады. Саған қалай болады екен? Ер адамдарға үлкенірек 250-300. Екеу болатын шығар енді бізге. 2 стақанды қосқанда, иә? 2 стақанды қосып. Енді, Алтынай ханым, біз кешелі бері сіз келеді дегеннен кейін осы халық арасында болсын, қаншама сарапшылар арасында болсын, жиі айтылатын осы алтын ереже, тамақтанудың алтын ережесі бар екен. Енді біз Гүлеке күніне 3 рет тамақтану керек дегенде жиі естігеннен кейін құлаққа сіңіп қалды ғой. Ал негізі сарапшылардың айтуы бойынша 5 рет тамақтану керек. Иә, жиі тамақ жеу, аз-аздан жиі тамақ жеу керек. Негізі ереженің ең біріншісі осы болып табылады, айтайын деген. Жиі және аз-аздан деп айттыңыз, ол дұрыс. Себебі жаңа біз бір стакан деп айттық қой, бұл бір стакан сіз қарныңыз мысалы тояды, одан кейін мысалы 2-3 сағат өткеннен кейін сіздің қарныңыз аша бастайды. Сондықтан сіз белгілі бір режимді сақтап, әр 3-4 сағат сайын тағам жеп тұруыңыз керек. Сол кезде қарныңыз созылмайды. Біріншіден, екіншіден сіздің тамағыңыз тез қорытылады, және де барлығы да сіңеді, ауырлық түсірмейді. Бүкіл витамин, минералдар барлығы сіңеді. Екіншіден, сіз мысалы тағамды егерде қарныңыз қатты ашып тұратын болғанда жесеңіз,
жесеңіз, сіз көзіңізге көрінген заттың бәрін жей бересіз, мысалы тағамның бәрін жейсіз. Көбінесе миға көмірсу керек болғандықтан, ми ең біріншіден тәттілерді жегісі келіп тұрады. Сіз оны болдырмау үшін осы режимді сақтауыңыз керек. Яғни 5 рет немесе 4 рет. Мысалы, егерде оны қалай есептейміз? Егерде сіз физикалық активтілігі жоғары жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз мысалы 5 рет тамақтансаңыз болады. Ал егерде сіз интеллектуалды жұмыс жасайтын болсаңыз, сізге 4 рет жеуге болады деген сияқты. Оны адамның мысалы дене бітіміне қарай анықтауға болады. Алтынай ханым, қараңызшы, жаңа мысалы әйел адамдарда осы көлемде ғана, бір стақан көлемінде ғана бір тамақ ішкенде осындай көлемде болу керек деп айтты. Енді осының ішінде мына жерде тағамдарды салғым келіп отыр. Қанша мысалы қиярдың кесінділері тұр мына жерде. Қызанақ, нан, алма. Тағы да салғым келіп барынша. Иә, барынша көбірек салғым келіп тұр. Енді осыны аламыз да, сонда бар болғаны, мына қараңыз, бір стақан көлеміндегі тамақ жеу керек болса, осындай ғана екен, қараңыздар. Енді осыны біз асқазан деп есептейік, қайда саламыз? Банкаға салайық, е? Иә, банкаға салайық. Содан кейін жоғарғы бөлігі ауа, иә? Мысалы, мына бірінші біздің таңғы асымыз деп санайық, иә? Бұл жерде тағы да айта кететін жай, қазіргі кезде адамдар көбінесе тәттілерді жейді, және тағамның үйлесімділігін білмей жатады, иә? Сондықтан түрлі метеоризм, газ пайда болу, ауырсыну сезімі болады, иә? Сондықтан бұл жерде қышқылдану пайда болады, иә? Соны болдырмау үшін негізі адамдар мысалы, фрукты дейді ғой, жеміс-жидектерді басқа тағамнан бөлек тамақтану керек. Себебі олар жаңағы брожение дейді, ашу процесін пайда болдырады. Мысалы, қантты, шайға қантты қосып жесеңіз, ол тоже броженияны алып келеді. Сондықтан ол болмау үшін сіздер мысалы көбінесе көкөністер белокты тағамдармен жақсы үйлесімді болады. Сол үйлесімділікпен жесеңіздер, мысалы, ол жақсы қорытылады, ішінде витамин, минералдар жақсы сіңеді деген сияқты. Мысалы, қазіргі кезде осы барлығын өйстіп салатын болсақ, ол кейін сіздің ішіңіз созылып кетеді, одан кейін артық салмақ қосады. Егер сіздің ішіңіз созылатын болса, сіз тамақтың мөлшерін көбейте бересіз. Ал егер де сіз осылай үйлесімділікпен және де бір стакан көлемінде жесеңіз, сіз артық салмаққа алып келмейді ол. Алтынай ханым, жаңа айтып жатырсыз ғой, жемісті бөлек жеу керек, көкөністерді бөлек жеу керек деп. Кейде өз басында мынандай жағдай болады. Ашында, тәттінде, жаңағы неше түрлі араластырып барлығын бірінен соң бірі жей беретіндей жағдай болады. Ол немен байланысты сонда? Ол мысалы кейбір адамдарда гормоналды мысалы ауытқулар болуы мүмкін. Қабыну кезінде адамдар көбінесе осы тәттілерді жегісі келіп тұрады. Себебі ішінде айтады ғой, саңырауқұлақтар, бактериялар соларды қатты жақсы көреді. Сізден соны қалап тұрады, құрттар. Олардың негізгі өнімдері сол, сізден сосын мысалы көп тәтті же деген сияқты сигнал беріп тұрады. Сіз сосын миыңызға барады да, сосын соларды көп жеп қоясыз. Соны болдырмау үшін ең бірінші жаңағыдай докторға қаралып, содан кейін барып өзіңіздің менюңізді соған қарай үйлесімділікпен тамақтануыңыз керек. Енді демек, Алтынай ханым, осындай бір тәттілерді ана тұрған жеміс-жидектермен алмастыру керек қой? Иә. Көбінесе осы жеміс-жидектерді құрамында жеміс-жидектер болатын болса, бұл жаңағы ас қорыту процесін жақсартады. Себебі оның құрамында жасуынық көп болады. Ал жасуынық біз білетіндей, ол щетка сияқты әсер етеді, яғни асқазанды тазалайды, түрлі токсиндер шығады, және де сіз өзіңізді жеңіл сезінесіз тамақтанғаннан кейін. Қараңызшы, мынаны біз асқазан деп елестетейік көз алдымызға, банканы. Енді осының ішіне жаңа бір стакан көлемінде ғана жеу керек тағамды салдық қой. Бірақ енді кейбір ашкөздік болады, бір томистік болады. Болмаса көп тамақ жегім келеді, сонан бәрін салып көрейік, сонда жағдай қалай болады? Тәттіні де арасында араластырып жеу жерім, шаймен қосып. Кетіп жатыр, не? Шоколад да кетіп жатыр. Кімнің асқазаны обал болды? Оның үстіне мына майонезбен асқазанға, ағзаға зиян, ана дүниелерді әсіресе балалар көп жейді ғой. Оны да қосып жіберсең болады, сонда не болды мына жердегі жағдай? Міне, шоколадтар кетіп жатыр. Мынау не? Бұл шай, шамппен. Ал, міндетті түрде шай ішеміз ғой біз. Ал, мәссаған. Содан кейін айтқым келіп тұр, мысалы, тағамнан кейін суды 30 минут немесе 45 минуттан кейін және де дейін ішу керек, яғни тамақпен бірге суды араластырмау керек. Тырысу керек, ащы мен тәттіні мына қараңыз.
бұл жерде енді барлығы ашу процесі пайда болады. Бұл жаңағы мана айтып өткен бактерия дедік, саңырауқұлақ дедік, құрттарға ең жақсы орта, иә. Бұл жерде мысалы түрлі метеоризм, газ пайда болу, адамның ағзасын мысалы кейбір адамдарда айтады да, менің ішім үлкейіп кетті, қайтадан орнына келтіре алмаймын деп, иә. Сондай сезімдер әрине мынандай тамақтану кезінде пайда болады. Ал егер де манағыдай үйлесімділікпен және де бір стакан мөлшерінде жеп тұрсаңыз, мұндай болмайды, иә. Оның барлығы тез қорытылады. Ал мына жерде қорытылмайды. Қараңызшы, Алтынай ханым, бізді көріп отырған қанша миллион көрермен бар ғой. Мінекей сіз барлығын осылай бей-берекет жей беретін болсаңыз, мінекей қандай жағдайда болады сіздің асқазаныңыз. Қараңыз, осы банкіні көз алдыңызға елестетіңіз, сосын керекті мөлшердегі тағамды ғана жейсіз. Мынау енді дұрыс емес, тәтті, ащы, мына жерде бәрі бар, көкөніс те бар, жеміс те бар, шоколад та бар, шай да бар, жеміс-жидек те бар. Қарағым келіп тұрған. Енді қайсысы тез қорытылады бұл жерде? Негізі тез қорытылатын ол көкөністер. Көкөністерден кейін жеміс-жидектер тез қорытылады. Ал ең жай қорытылатын ол біз білетін ет, нан, сосын түрлі мысалы айтады ғой, қуырылған еттер туралы тағы да айтқым келіп тұр. Қуырылған еттер, мысалы түрлі сосиска, колбаса деп жатамыз. Олар канцероген ретінде әсер етеді. Көбінесе осы асқазанның рак аурулары пайда болып жатады ғой. Соны алдын алу үшін мысалы тағамды қуырмай, мысалы суға пісіріп, немесе буға пісіріп деген сияқты тушить дейді ғой, солай бұқтырып жесеңіздер, оның жаңағы пайдалы әсерін аласыз. Ал егер де қуырсаңыз, ол мысалы кері әсерін беріп жатады, мысалы рак ауруын тудырады. Енді сізді арнайы студияға шақырып отырмыз. Қазір жаз маусымы жеміс-жидектердің, көкөністердің нағыз пісетін уақыты ғой, көбірек пайдаланған дұрыс. Және де енді жаңа сіз айтып өткен алтын ережелерді сақтауға тырысу керек деп ойлаймын. Енді қорытындылай келгенде, құрметті көрермен, жалпы бір стақан ережесін ұмытпаңыздар. Ең бастысы осы, адамға бір стақан, яғни 200-250 миллиграмм мөлшердегі ас жеткілікті екен. Екіншіден, адам күніне 5 рет тамақтану керек. Аз-аздан, бірақ жиі, сондай-ақ майлы, қуатты тағамдарды күндізгі уақытта тұтынған жөн. Тамақты енді мұздай, не ыстық күйде де жеуге болмайды, Алтынай ханым, осы орайда оны да ескеруіңіз керек. Бұл асқазан сөліне өте зиянды. Сондықтан асқазанды ас қорытуға дайындау үшін тамақтанар алдында 20-30 минут бұрын лимон қосылған, не жылы су ішкен абзал екен. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздейік, қымбатты көрермен, дұрыс тамақтануды қолға алайық. Енді бүгінгі сұхбатыңыз үшін, берген жақсы ақпарат кеңестеріңіз үшін рахмет. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Күніңіз сәтті өтсін. Сіздерге де. Ал біз шаң ғана үзілістен кейін қайта қосыламыз, Гүлеке?